Ертеде түлкі, тасбақа және кене дос болыпты. Бір күні олар жерден бір уыс тары тауып алады. Үшеуі ақылдаса келе тарыны жерге егіп көбейтіп алып, үшке бөліп аламыз деп шешеді. Түлкі бір жарды көріп, мен осы жарды сүйеп тұрайын, құлап кетер деп жарды саялап жатып алады. Тасбақа жерді тырналап тары егеді. Ал кене піскен егінді жинап алады. Олар көп тары алады. Олар түлкіні шақырады. Түлкі келіп егінді көріп, тарыны үшеуміз бөлсек қаншадан тиеді екен? Аз мөлшерде шығатын шығар, одан да үшеуміз жарысып, кім осса егін соған бұйырсын деді. Мақұл деп үшеуі қатарласып бір жерге келеді. 1, 2, 3 деп түлкі жүгіре бергенде, кене түлкінің аяғына жабысып кетеді. Түлкі барынша жүгіріп мәреге бірінші келеді. Сонда кене, мені басып өлтіресің бе деді. Түлкі, сен қашан жетіп алғансың деп сұрайды. Кене, сен бағана 1, 2, 3 дегенде-ақ мен келіп қалғанмын деді. Сонда тасбақа келіп, түлкі, мен бір пәле көрдім. Жаңа маған 2 адам келді, жанында иттері бар. Түлкі жолдасыңды тауып бер деп қорқытты. Сен туралы айтпадым. Олар маған сенбей осында келе жатыр дейді. Түлкі, мен айта көрме. Тарыны өздерің бөліп алыңдар деп қашып кетеді. Сөйтіп тарыны тасбақа мен кене бөліп алыпты.